Үлкендер түсінбейтін, не анау айқай-шу деп деген сияқты. Қателік кімнің тарапынан деп ойлайсыз? Біздің қоғам өзгерді ғой, шынын айту керек. Олар биліктен ақша алды. Күнде айтамыз, мез болдық, соны айта береді, айта береді. Олар ажырата білу керек, кімнің кім екені, кімді шақырып жатқанын. Елім, аңсап келем, шаршап келемін. Нағыл дейді, залал дей ма, не дейді жаңағы. Жеңіл көзбен қарау. Жақсылығы келмейді. Сондай адамдар жаңағы төске ұрып шығып кетеді. Она, что такое это Арман Тунган? Арматура, что ли? Бейбіт аға, біздің студиямызға қош келдіңіз. Бүгін енді біздің бағдарламамыздың алғашқы тұсаукесер саны, алғашқы түсірілім болып жатыр. Енді сіз біздің алғашқы қонағымызсыз. Сол қадамыңызға нұр жаусын. Рахмет. Қалай студиямыз ұнап жатыр ма, көңіл күйіңіз жалпы қалай? Жақсы, керемет. Енді мың ырғақтың басты мақсатын сізге түсіндіріп кетейін бағдарламаның. Біздің түпкі мақсат қазір енді телеарналардан көбінесе әншілер танымал болып жатыр. Бірақ сазгерлер туралы көп ешкім айта бермейді. Сол үшін елге аса қатты танымал емес, бірақ өте керемет дүниелерді шығарып жатқан сазгерлерді осы жерге алып келіп, халыққа көрсетіп, соларды жақынырақ халықпен жүздестіріп таныстыру басты мақсатымыз. Сонымен қатар екінші мақсатымыз шығармашылық ұжым алдағы уақытта осы сазгерлерге арналған бір байқау ұйымдастырсақ дейді. Себебі телеарналардан көрсеңіз, әншілерге арналған байқаулар өте көп қой, бірақ сазгерлерге аса қатты көңіл бөлінбей жатыр. Соларға енді сіз алдағы уақытта бізге қол ұшыңызды созып, Әділқазы Алқа ретінде келсеңіз, өзіңіздің жас буын композиторлерге өзіңіздің бағаңызды беріп, сын пікірлеріңізді айтып, қай жерін жөндеу керек. Енді сіздің аузыңыздан естіген сын пікір әр композитор сазгер үшін өте маңызды деп білем. Дұрыс айтасың, мен жалпы енді кезінде танымал болдық қой. Мен алғашқы әндерімді осы кең халыққа танытқан Роза Рымбаева деп есептеймін, көптеген әндерімді айтты. Одан бері әрине қазір заман өткен сайын әр заманның, әр уақыттың өзінің заманына қарай талабына сай деген сияқты жаңа жас сазгерлер қазір өнерлері шығып жатыр. Біз кезімізде, жас кезімізде еліктеп бір жас эстрада саласында ән жазғанда үлкендер түсінбейтін, не анау айқай-шу деп деген сияқты. Сол сияқты қазір біз де сөйтіп қабылдаймыз мысалы. Біреу қабылдайды, біреу қабылдамайды өзің айтқандай. Сондықтан бірақ әр заманның өз лебі бар, сондықтан оған түсіністікпен қарау керек. Әр әннің, әр шығарманың, әр сазгердің, оны айтатын әншінің өз тобы, өзінің аудиториясы бар деп есептеймін. Сондықтан ол бәрі орынды нәрсе. Ал істеп жатқан шараларыңыз енді қуантады. Себебі дұрыс айтасың, бірінші әрине әнші ғой, халыққа көрінетін. Трибунада бірінші шығатын әнші. Ақында трибунашыл келеді, трибунаға шығып өлеңін оқыса. Ал сазгерлерде мен есептеймін, іштей тынып, өзінің ойымен, өзінің толғауымен іштей жүретін бір сондай көбінесе қарапайым келеді. Өздерін төске ұрып, көп шыға бермейді. Мен көптеген сазгерлерді білем, өте қарапайым болып келеді. Неғұрлым таланты көп болса, тереңірек болса, ойда тереңірек, өзі қарапайым болып келеді деп өзім ойлаймын, ол менің ойымша. Сондықтан өте дұрыс қадам. Енді уақыт болып жатса, жағдай болып жатса, әрине құптаймын. Шақырсаңдар, шақырғанның құлы бол демекші, әрине келеміз. Рахмет аға. Енді аға, өзіңіздің шығармашылығыңызбен енді барша ел таныс қой. Сіздің атыңызды айтпаса да әндеріңізге қарап сізді тануға болады, кім екеніңізді. Сол себепті өзіңіздің сол алғашқы деген сөз бәрі бірде әр адам үшін ыстық қой. Алғашқы сапар, алғашқы сезім, махаббат. Сол енді сол бір сіздің алғашқы әндеріңіз қалай жарыққа шықты, кімге арналды ол әндер? Сол жайлы айтып берсеңіз. Алғашқы әндерімді сол 9-шы класста жаздым. Айналдым, Гүлнарым деген, сол бір қызға деген әндерді сол мектеп қабырғасында жүріп. Ол кезде мен мектепте жаңағы көркемөнерпаздар үйірмесі дейді, сонда мен бірінші класстан бастап сахналарға шыққан адаммын.
домбырадан бастадым, содан кейін оркестрде біздің жақта мына Ақтөбе өңірінде мандолина болды. Мына қазір бізде прима дейді, мына халық оркестрінде примамен ойнайды, ол жақта мандолина 8 шегі бар. Сонымен ойнадым, гармонда да ойнадық. Мүмкін сол сазгерлік өнер содан келген шығар, бірақ мен өзімді ол кезде насихаттаған жоқпын. Алматыға келіп талай жаңағы Алматыда жүргенде талай жаңағы ансамбльдердің жетекшісі болып істедім. Осы теміржолшылар сарайында кезінде Гүлдерде да істедім, Қазақ концертте де Роза Бағлановамен талай Москваға, Ресейге барып жетекші болып жүргенмін. Талай музыканттар бәрі біледі ғой, үлкен. Жасы менің замандастарым жақсы біледі, музыканттар. Алғашқы махаббат деген әнім бар, алғашқы көктем деген әнім бар, мысалға. Барлығын бастан өткеретін сезімдер. Сол кездегі не шығар жаңағы, қалай дейді, есте қалады ғой енді адамның жаңағы. Сол бір елес па, сол кезден қалған, сол кезде туындаған, сол кездерден келген дүние. Мінген аттым бос жорға, сен дегенде сөз бар ма бос жорға? Көз тұяғың кербестей, әнде сұлу созғанда бос жорға. Өмір бардан бақыт жолдан жорғалашы, жорға жүрек жорғала. Өмір бардан бақыт жолдан жорғалашы, жорға жүрек жорғала. Жүрегімде іңкәр жүрек сен ғана. Жорға, 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 жорғала. Жорғала, жорғала, жорға, 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 жорғала. Жорғала, жорғала, жасыратын сен ғана, алдымызда арман туған күндер. Жорға, 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 жасыратын сен ғана, алдымызда арман туған күндер. Өмір бәйген бос жорға, сенен жүрек озған ба? Бос жорға, сенен жүрек озған ба? Айналайын бос жорға, сен дегенде сөз бар ма? Бос жорға, сен дегенде сөз бар ма? Шашайған көз таласы жүрегімнің бос жорғасы сен ғана. Жүрегімнің бос жорғасы сен. Шашайған көз таласы жүрегімнің бос жорғасы сен ғана. Жүрек басы
Ахмет аға, енді сіздердің кезеңдеріңізде күрделі әндер, байқауға арналған әндер көптеп шығарылып жатты. Ол да бір халықтың сұранысында болды, халықтың жүрегінен орын тапты. Ал қазір ондай әндер өте сирек орындалуда, сонымен қатар сазгерлер аз шығарып жатқан сияқты ондай әндерді. Қазір көбінесе жеңіл әндерге, тырнақшаның ішінде айтайық, хит әндерге көп көңіл бөлініп жатыр. Тіпті қазір байқауларда да қарасақ, сондай хит әндер орындалса, ол халыққа ұнайды, әділ-қазылар алқасына да ұнайды, көрермендерге де ұнайды, сөйтіп оң бағасын беріп жатады. Ал енді күрделі әндер орындаса, оны көп ешкім түсіне бермейді, қолдау да аз болып жатады. Сол енді қателік кімнің тарапынан деп ойлайсыз? Оны түсінбей жатқан халық па, әлде оны қателік емес ол. Сазгердің Ол екі жақтан да бар. Біздің халық қазір біздің қоғам өзгерді ғой. Шынын айту керек. Біздің кезімізде мысалға конкурстар бәрі ол үкімет тарапынан, билік тарапынан қолдау болды. Мысалға композиторлар ол кезде, мысалға союз композитор, одақта тұрған композиторлардың жағдайы өте жақсы болды. Олар биліктен ақша алды. Жаңағы біздің союз композитор қазір қоғамдық негізде құрылған. Статусы қоғамдық. Статус дейді, мемлекет тарапынан ақша бөлінбейді. Әркім өз бетінше кетті мысалға. Бұрын сен композитор болу үшін, одаққа кіру үшін, ол үлкен, мысалға, үлкен композиторлардың жаңағы лицензия аласың, жаңағы рекомендация аласың, саған қол жазып береді. Білем, анандай адам несі жаңағы сауаты жағынан, білімі жағынан, туындылар жағынан лайық, мен оған осындай не беремін. Кепілдік сияқты, сондай рекомендация беремін, осыны мен қолдаймын деген сияқты. Мысалға мен өз басым Рахмадиев ағамыз, Еркеғали Дүйсекеев ағамыздың рекомендация арқылы қоғамға кірдім. Ол кезде композитор одағының мүшесі болу деген үлкен бір саған абырой. Қазір әрине өзгерді, қазір жалпы үлкен ағалар кетті, ондай қазір азайды, біз формат өзгерді, қазір жаңағы міндет түрде емес, бір одаққа кіріп үлкен композитор болды. Қазір жаңа өзің айтқанда бір хит жазсаң, сені бүкіл халық таниды, соның өзі саған жетеді. Жаңа әншіні бір ғана ән асырайды деген сияқты, бір жұлдызың жанып, бір әнімен жұлдызың жанса, болды саған ол ғұмырыңа жетеді деген сияқты. Сондықтан бізде өнерге деген халық тарапынан біріншіден көзқарас өзгерді, екіншіден әншінің өзі халықты мынау осы ұнайды деп өзінің шығармасын халыққа бағыттап, халықтың жетегінде кеткеннен кейін, ол да сол өзгертті көп нәрсені. Ол өте үлкен қателік деп есептеймін. Біздің қоғамда біздің халық әлі талғамы өте жоғары емес деп есептеймін. Сондықтан халыққа ұнайды екен деп халықтың жетегінде жүру керек емес. Халықты жетелейтін әндер керек. Осы сөзіңізді бір сұхбатта естіген едім, қатты ұнады өзіме. Бір 15 жыл болды айтқаным, бірақ ешкім құлақ аспай ма, әлде мән бермей ма? Біздің қоғам сондай нені қажет етіп тұр қазір. Себебі бәрі тойдың әні, ауылдың әні деп, уже күнде айтамыз, мез болдық соны, айта береді. Бірақ санамызға жетпейді бәрібір. Бәрібір біз сол тойдың әні жеңіл, жаңа өзің айтқандай-ақ. Сондықтан ән біріншіден құнсызданып кетті, жеңіл ән болғаннан кейін. Салмағы жоқ, ессіз әндер дейді ғой, сол сияқты. Бұл бір, екіншіден жаңағы конкурс не? Ол конкурс мемлекет жағынан қаржы бөлініп сондай шара ұйымдастырса, ол үкіметтің жағдайына байланысты. Соған сазгерлерді жұмылдырса, мотивация дейді ғой, адамға бір не керек, сондай бір қызығатын бір, мысалға біздің көптеген өнер адамдары жұмыссыз отыр, үйде отыр. Сондай шара ұйымдастырса, әрине сазгерлердің бәрі қатысар еді, атсалысар еді бәрі, жағдайлары дұрысталар еді деген ой. Бұл мемлекет тарапынан шамалы жағдай әрине қазір біздің заманымыз қазір енді бір қиын кезеңнен өтіп жатырмыз, әңгіменің ашығы керек. Сондықтан. Мен өз басым конкурстарға әлі күнге дейін, мен өзімнің жаңағы ұстанымым деп айта алмай-ақ, конкурстарға көп жазатын композитордың бірі мен деп өзімді айтамын. Оны ұялмай-ақ, бұлай талай конкурстарда мен шетелдің конкурсы болсын, еліміздің конкурсы болсын, талай конкурстарға қатыстым. Оны бүкіл бәрі біледі оны. Сондықтан сондай көп ұйымдастырса,
талантсыз не жоқ, бізде сазгерлер, жас талантты композиторлар бізде жеткілікті бар. Мен соған қуанамын. Өзіңізді жаңа байқау деп жатсыз ғой. Енді қазір телеарналарда кез келген арнаны ашып қарасаңыз, әр арнада бір әнге байланысты бағдарлама, шоу бағдарлама болсын, дода сайыстар болсын болып жатады. Сол жаққа сізді Әділқазы ретінде шақырады ма? Енді ол әңгіме мені шақырмады деген реніштен туындаған емес. Сонда отырған Әділқазыларды таңдайтын журналистердің бірінші талғамы биік болу керек. Олар ажырата білу керек, кімнің кім екені, кімді шақырып жатқанын. Оның сауаты бар ма, талғамы биік па, ол ажырата ала ма, жаңағы өзі болып әділқазылық жасау үшін оның өзінің дайындығы болу керек. Дайындық емес, ол Құдайдың берген өзінің бойына сіңген қасиеттер болу керек, жаңағы әнге, өнерге байланысты. Мен сауаттылық жағын айтпай-ақ қояйын. Мысалға сен жаңағы композиторларды талғам дейсің, оған кез келген композиторларды шақыра алмайсың. Шақырсаң да оларға ажыратып оны айта алмайды. Ақ пен қарасын айтады шығар, басқа бірақ тұстарын айта алмайды. Оған көп тәжірибе керек, оған Құдайдың берген бір дайындық керек енді. Сондықтан ол жаңағы айтқан жобаларға, мысалға мені ешқашан оны көбісі шақырмайды. Өзің белгілі бір, мен байқаймын, белгілі өздерінің бір топтары бар, қандай не болды. Қайталана береді. Солар ғана отыра береді, ол үлкен қателік. Қателіктен бұрын біздің өнерімізге деген бір жаңағы нағыл дейді, залал дей ма, не дейді жаңағы. Жеңіл көзбен қарау. Жақсылығы келмейді ол, қысқасы. Жас композиторларды қайсысы мені ғұмыры ұзақ әндерді шығара алады, осымен мен мақтан тұта аламын деп қазіргі жас композиторлардан кімді айтар едіңіз? Жас композиторлар көп қой, мысалға әр жанрда, мысалға бізде өзі қоғамның өзі екіге бөлінді қазір. Біреу қазаққа жазады, ол жаңағы мына қаланың аудиториясында жазатын, жаңағы асфальттың қазақтары деп күліп айтады ғой біреулер. Олар басқа, өзінің ортасы бар. Біздің елге, ауылға өзіміздің қазақы, мына Кеңес ағамыз айтпақшы, жусан иісі аңқыған әндер жазатын, ол өзіміздің төл өнеріміз ғой, эстрадалық. Ол басқа, бірақ шынын айту керек, көбінесе мына арасы екі ара бірін-бірі қабылдамайды. Mesela өкініштісі сол. Жалпы мен қазіргі сазгерлерге тілейтінім сол екі жақты да қамтитын. Бір ортақ болады ғой, бір орта, бір алтын көпір сияқты. Соны түсінетін сондай, соны меңгерген сауат қай жағынан болғанда да қоғамды бір жұмылдыратын бір неге сондай композиторлар көбейсе екен деген ойым. Жалпы маған ұнайтын көбісі ұнайды. Мен бір жағынан замандасым шығар, халықтың қошаметіне бөленіп жүрген композиторлар, сазгерлер, кім болса Арман Дүйсеновтың да бір-екі нелері, әндері маған ұнайды. Жаңа Лұқпан Жолдасов, бұрын Байдалы Рысманбетов жақсы әндер жазатын. Мысалға қазіргі мен істеп жүрген Серік Сыздықов жақсы істеп жүр. Музыканттарды жақсы білемін. Мысалы Ренат Гайсин жақсы әндер жазып, ол енді талантты, жан-жақты композитор. Ол енді көп жерде уже аты да шығып жүр, елдің аузындағы адам. Басқа жаңағы Арман Бексұлтанов жаңа өзім болған әндері ұнайды кейбір жаңағы. Енді аға, әр сазгердің өзінің почеркісі болу керек деп санайсыз ба? Әлде ол әндері бір-біріне ұқсамау керек пе? Қалай соған көзқарасыңыз? Өзінің қолтаңбасы болу керек қой, мысалға әр адам. Дүниеде қанша миллиардтаған адам бар, бірін-бірі қайталамайды ғой. Таміне біздің Алланың құдіреті, біздің жаратылысы солай болған ба, білмеймін. Сол сияқты ол адамның дүниесінен шыққан, ол да бір тірі жанның не сияқты, ол бір органика сияқты, ол деген бір құдірет қой, ән деген, ол өмір сүру керек. Оның да жаны бар, оның да өзінің айтар мұңы бар, айтар сыры бар ол да. Ол ән бір құбылыс қой ол келген. Сондықтан ол әрбір адамға ұқсамайтын адамның өзіне болғаннан кейін, ол да сол иесіне тартып ешкімге ұқсамау керек. Солай емес пе? Өзінің қолғақтап шыққаннан кейін. Сондықтан ол қайталанбас дүние болу керек. Соны көбінесе бізде қалай деп айтасың? Қазір плагиат келді, қазір бізде жаңағы не келді, жаңағы кавер дейді ғой, мысалы. Сондай дүниемен келді де бәрі бір-бірін естиді, сол құлағында қалып қояды. Бір-бірін қазір
ақпарат көп, интернет бар, құлағында наушник, соның бірін бірі қайталау содан шығады. Ал мысалға нағыз өнер, мысалға мен өз басым көп тыңдамаймын. Мен лучше табиғатта кетіп қаламын. Өзіммен өзім сояқты сырласып. Себебі мен құлағым қанша сен жаңа қайталанбаған келсе де, ол бәрі қалып қояды. Ол әуен, ол бір сиқырлы дүние ол өзінің. Сен баурап алады ғой, мысалы бір ән, сол сияқты бір әуен, мысалға жақсы әуен болса қалып қояды. Сондықтан ол сазгер шығарып отырып та ойлайды, ол мен өзім деп. Ол біреуді қайталап отырған, өзі де білмейді соны. Ол біріншіден, екіншіден әрине Құдайдың берген таланты болу керек. Көбісі ұрлайды. Таланттың жетпегені, өзінің әдептіліктің жетпегені, өзінің сол енді қалай деп айтуға болады. Ондайлар да болады. Әдейі бірден анадан бір-екінен алып, анадан бір-екінен алып, жапсырып, құрастырып, сала салып, сондай адамдар жаңағы төс көріп шығып кетеді. Таланттардың алдынан солар орап, талантсыздар төс көріп, мен міне сазгерім, композиторым, менің әнім деп шығып кетеді. Бір орыста мақал бар ғой. Помогайте талантам, бездар, нағыл дейді, жаңағы бездарный пробьется сам деп. Таланттарға көмектесіз, талантсыздар и так өздері болып былай да шығып кетеді деп айтады. Жерім ай өзіңді сағындым ай, асқар белім ай, шалқар көлім тартқан елім ай. Іштей тынып жерім ай, сан жылдар сабылдың ай, асқар белім ай, шалқар көлім тартқан елім ай. Алдырып өзекті табылдың да, талайға азаптан арылдың ба. Жырақтан еліңе оралыңдар, да ауыл бар, туған бауыр туған қауымдар. Нұр төгеді шуақтан сөнбейтін әр алыңдар, туған жерінде қана шөлің алтын тұғыр төрінде. Асқарлы алақта оралың бар, бауырлар отанға оралыңдар.
сізді көбінесе халық бізді ТМД-ға жорғалатқан осы бейбіт Оралұлы деп айтып жатады. Сол енді әр сұхбатыңыз енді бос жорғасыз өтпейтін шығар, сол туралы бір тарихын айтып кетсеңіз. Өзі ол 97 жылы Шөмішбай ағамызбен таныстым. Осы Роза Рымбаеваның үйінде тұрғанбыз. Тасқын бар ол кезде, күйеуі марқұм Имандауыз. Осылай шай ішіп отырғанбыз, звондайды екен. Тәкеңе звондайды екен Шөмішбай Сәриев ағамыз. Ол кезде мен таныс емеспін Шөмішбай ағамызбен. Пен-клуб жазушылардың отыратын, кездесетін жерлер. Сол жерде отырмын, келіп төменге түсіңдер, бірге отырайық деген ғой. Соны бәріміз түстік. Қасымда жаңағы Роза, жаңағы Тасқын ағамыз, сосын мен, қасымда жаңағы марқұм Қайрат Жәнібеков деген музыкант болды, өрлеуші, ән әрлеуші. Содан таныстық жаңағы Шөмішбай ағамызбен. Соны айтайын деген, сол Шөмішбай Сәриевқа бір күні Бари Алибасы звондайды екен, нананың жетекшісі. Мені сондай Олжас Сүлейменов деген ағамыз, осы Қазақстанға барсаң, осы Шөмішбай Сәриев деген бар. Қазақтың Пушкині, сол атақты ақын, әнді бірден-бір жазатын соғысы. Соған бар да шаруаңды айт деп. Шаруа қандай? Шаруа Бари Алибастың мына Астана 98 жылы Астанаға көшіп, соның презентациясы болды. Тұсаукесер Астананың. Астананы енді көшірді ғой елбасымыз. Соған арнап қазақша ән айту керек болды. Соған Бари Алибасов Алматыға келіп, жаңа Олжас ағамыздың айтқанымен сол Шөмішбай Сәриевке жолығып, сол әндерді таңдайды. Содан мені шақырып алып, сол Бари Алибасовпен таныстырып, жаңағы мен өзі ойда жүрген, жаңағы енді қандай нең бар, жаңағы қоржынымды көрсетті дейді осыдан. Осы жорға деп мен өз дауысыммен жазып сөйтіп Шөмішбай Сәриев ағамыз екеуміз сөйтіп жазып дайындап қойған әнді. Ол бірден-бір тыңдады да осыған құлай кетті, осыны айтамыз деп. Содан әнді алып кетті Москваға, Мәскеуге. Содан 2 ай ма, 3 ай ма сондай уақыт жігіттер дайындады. Енді тілдері қиын ғой, басқа ұлттың адамдары бірден-бір. Бір қызық жағдайларда болды. Алдымызда арман тұнған кең дала деп айтады ғой, енді арман тұнып тұр, жаңағы кәдімгі арман. Соны маған звондайды Москвадан жазып жатқанда. Она, что такое-то арман тұнған, арматура что ли? Аудармасын түсінбей жатыр. Иә, мен түсіндіремін, арман алдыңда міне жорғамен жорғалатып кел жатсың, алдыңда өзің жаңа асығып кел жатсың, арманыңа асығып кел жатсың, қашан жетем деген. Сондай көңілмен жазған деп сол. Тағы бір басқа сұрайды, жаңағы мағынасын сұрайды. Соның бәрін, мысалға, сазгер тек қана сазгер емес ақын, сен өзіңнің жаңа әннің айтып отырмын ғой, ішіндегі сырын, жырын, мәнін бәрін түсіндіріп беруің керек қой. Ол бірақ тірі не сияқты ғой, өзінің айтар сөзі бар, мұңы бар деген сияқты. Соның бәрін сөйтіп, сол білмеймін, 2 ай ма, 3 ай ма сондай сөйтіп жазып, содан жаңағы қайтадан осында келіп Алматыда жаңағы алғашы тыңдатты осы бір түнгі клубтың бірінде, есімде жоқ. Сол элитаны жинады өнерден. Ол кезде саяси жүрген тұлғалар да болды, ол кезде көптеген адамдар болып тыңдап, халық бірден жаңағы сол арада тұрған, оның бір 50-60 шақты адамдар болды. Соның өзі мен білмеймін, өтірік айт деп ойламаңдар, сол 7-8 рет айтты сол кеште, қайта айтты. Содан ақ мен білдім, бұл ән өтті деп. Жорғалап кететініне сонда түсіндім. Енді жаңа аға айттыңыз ғой, әр әнді біз өзіміздің ішкі жан дүниемізден шығарамыз деп. Енді ақынның шығарған өлеңі болсын, сазгердің жазған әні болсын, барлығы ол бір өміріңіздің кезеңдегі ол бір естелік. Бір кезең бөлігі өміріңіздің. Сол енді сол әнді тыңдаған сайын сол өміріңіздің бір бөлігіне, өткенге оралу қаншалықты қиын, сол көңіл күйді сезіну, сондай бір әндеріңіз бар ма? Осыны естіген кезде сол өткенді мен қайта-қайта есіме аламын, соған оралғым келеді қайттан деп. Енді ән айтып отырмын ғой, ол ән бола ма, әлде бір
ол да инструменталдық жанрда бола ма, бір мысалға әуен бола ма, саз. Жалпы ол жаңа өзің айтып отырсың ғой, адамның көңіл күйі ол. Мысалға күй деп неге айтады? Күйді тартып күйді. Ол мұңды бола ма, ол бір сергек шақыратын, адамның жанын сергітетін көңілді бола ма, жаңа төкпе күйлер бола ма деген сияқты. Ол адамның көңіл күйі содан туындайды, содан мысалға бір көңілін құлазып кеткенде басқаша көңілін көтеріңкі жақсы бір болған кезде адам бір шабыттанып, бір қанаттанып отырғанда басқа ойын шығады. Бізде жаңағы мен өзімше бір ойланамын, біз кімбіз сонда деп. Біз соны бір жаңа бір қабылдап аламыз да, соны басқалай іште жүрегімізде жаңағы соның бәрі жаңа әуен ретінде соны қайттан жаңа перерабатывать жасап, завод фабрика сияқты. Осы қайтадан шығарасы қайттан берге сондай. Жаңа перерабатывать етеді дейді ғой, сондай бір әсерді аласың да, соны ішкі жан дүниеңде соны қорытып, толғатып, соны қайттан шығарып халыққа бересің. Ада біздерді кім деп, біреу сазгер дейді, біреу композитор дейді, мен білмеймін соны вот. Біз сондай адамдар, бұл да бір құдірет ол, кез келген адамның басына қонбайтын бұл бір қасиет деп есептеймін. Сондықтан ол композитор бола ма, сазгер бола ма, жаңағы переработчик жаңа не дейді, жаңағы қорытушы бола ма, бұл кез келген адам басына келмейді, үлкен бақыт деп есептеймін. Қазір енді аға шығармашылығыңызда қандай өзгерістер, жаңалықтар болып жатыр? Енді биыл мықты қатты, өздеріңіз білесіңдер, осы пандемия жағдайларға байланысты көптеген жаңағы тоқтап қалмаса да бұрынғыдай жаңа үлкен шабышы, өзім де шынымды айтсам бір аунап тұрдым сондықтан шамалы. Аздап бір демалыс кідіріс болған сияқты, бірақ өмірде жаңағы өмірдің өзін позитивпен қарау керек. Сондықтан Құдайға шүкір, қазір бірте-бірте қазір жаңа бір дүниелер, қазір сондай ізденістеміз, күнде барып жаңа қайтадан инструментке отырып, студияға барып, қазір қайтадан жұмысқа кірісіп жатырмыз. Жалпы мен өз басым, Ақтөбенің филармониясында менің өзім шығармашылық орталық бар. Сонда жұмыс істеймін, әлі күнге дейін бос отырмаймын. Жаңа әндер де жазылып жатыр. Сол кезде менің өзім шығармашылық орталығында 6 әнші бар. Ғазиза Жұбанова атындағы Ақтөбе облыстық филармониясында. Онлайн концерттер болып жатыр. Жұмыс тоқтаған жоқ, былай жалпы. Енді үлкен бұрынғыдай үлкен концерт залда болмаса да, эфир жаңағы не дейді жаңа бізде Инстаграмда болсын, Ютубта болсын, концерттер болып тұрады. Менің әндерім шырқалып жатыр. Сонда бәрі жаңағыдай бозжорғадай жорғалап кетпесе де, Құдайға шүкір. Жоқ аға, ол әр әніміз өз орны бар. Әндер шығып жатыр, жастар айтып жатыр. Сондықтан мен сол жұмыс істеу процесінде жүрген адаммын деп ойлаймын. Мен былай байқап қарасам, сіздің әндеріңіз ол жас талғамайды. Кәрісі болсын, жасы болсын, кез келген адам тыңдай береді. Ол жаңағы бозжорғаның өзі қаншама жыл бұрын шықса да, әлі күнге дейін ол сұраныста, халықтың құлағында әлі күнге дейін оны тыңдағысы келеді. Сол үшін де сізге аға шығармашылық табыс тілеймін. Қанатыңыз талмасын, денсаулығыңыз мықты болсын, ауырмаңыз енді. Өйткені сіздей композитор біздің елге әлі керек. Мені біздің композиторлерде көрсететін адамдардың ең алғашқысы, сіз сол үшін де сізді алғашқы қонақ ретінде шақырдық. Сіздің де тәрбиелейтін шәкірттеріңіз көп болсын. Сол үшін де шығармашылық табыстар тілеймін аға сізге. Сіздерге де мына айтып жатсың ғой, мына тырнақалды ма, алғашқы осы тырнақалды дейді ғой, алғашқы істеген осы қадамдарыңыз сәтті, құтты болсын. Мына халықтың қошеметіне бөлінетін жақсы үлкен бір жоба хабар болсын. Халық сүйсініп, тағатсызданып, күтіп қашан болады, мына хабар қашан береді деп қарайтын. Сондай жақсы бір хабар болсын. Жалпы идеясы өте жақсы. Біздің сазгерлерді насихаттау, солардың атын халыққа жеткізу, ол үлкен нәрсе, үлкен сауап. Біздің композитор жаңа айтып өттім ғой, өте қарапайым болып келеді сазгерлер. Сондықтан оларға қолдаушы, демеуші, осындай өздеріңіз сұраған жастар осындай қадам дұрыс қадам деп ойлаймын. Бәрі құтты болсын, сәттілік болсын. Рахмет аға.